Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасындағы сауда-саттық пен тауар айналымының көлемі жыл сайын артып келеді. Келешекте мемлекеттер арасындағы интеграциялық байланысты нығайту мақсатында ортақ стратегиялық даму бағдарламасы қабылдануы ықтимал. Дамыту міндеті алдыңғы орынға шықпақ. Бұл мәселе бес елдің үкімет басшылары бас қосқан Еуразиялық үкіметаралық кеңесте кеңінен талқыланып, бағыты айқындалды дейді сарапшылар. Бұл кездесуде Еуразиялық экономикалық одақтың 2025 жылға арналған стратегиялық даму бағдарламасын жасау керектігі жөнінде айтылды. Ал экономикалық интеграцияны қарқынды іске асыру үшін ең алдымен цифрлық технологияларды жетілдіру қажет. Один из основных трендов это Қазіргі уақытта одаққа мүше елдер арасында жалдамалы жұмысшылардың, тауарлар мен қаржы айналымының еркін қозғалысы жөнінде келісім бар. Дегенмен барлық салада цифрландыру тегеурінін арттыру керекті. Сол арқылы баршаға ортақ нарықты қалыптастыруға болады.